Ақылды би. Ерте заманда 1506 жылдарда бір саудагер қаланың шулы жәрмеңкесінде жүрген кезінде ішінде 800 алтыны бар қапшығын жоғалтып алады. Қапшықты бір ұста тауып алып үйіне әкеледі. Қапшықты ашып, ішіндегі көп ақшаны көріп, иесі табылғанша сақтауға шешім қабылдайды. Келесі күні жексенбі еді. Шіркеудің попы жәрмеңкеде бір саудагердің қапшығын жоғалтқанын, оны тапқан адамға 100 алтын беруге уәде ететінін айтады. Сол күні шіркеуге бармаған ұста әрине мұны естімейді. Шіркеуден келген әйелі тамақ жеп отырып, бір саудагердің ішінде 800 алтыны бар қапшығын жоғалтқанын, оны тапқан адамға 100 алтын беретінін естігенін айтады. Сөзінің соңында, шіркін, сол ақшаларды біз тауып, 100 алтынды алсақ қой, дейді. Сонда ұста әйеліне: жоғарыдағы біздің бөлмемізде, үстелдің жанындағы қабырға ойығында тері сөмке тұр. Соны алып кел, дейді. Әйелі күйеуінің айтқандарын бұлжытпай орындайды. Шынында да поптың айтқанындай қапшықтың ішінде 800 алтын бар екен. Ұста попқа барып, қапшықты тапқан адамға 100 алтын берілетіні шын ба деп сұрайды. Поп басын изеп, әрине шын деп жауап қайырады. Жақсы, онда саудагерді шақырыңыз, келсін, мен қапшықты тауып алғам, дейді. Саудагер қуанғанынан құстай ұшып попқа келеді. Ақшасын мұқият санап болғаннан кейін ұстаның қолына 5 алтынды ұстатады. 5 алтынды сыйға беремін, себебі уәде берген 100 алтынды алып қойыпсың. Қапшықта тура 900 алтын бар еді, дейді. Неге өтірік айтасың? Мен намысты адаммын. Тапқан ақшадан 1 алтын да алған жоқпын, деп ұста қатты ашуланады. Саудагер сөзінен бас тартпай, екеуі сотқа келеді. Сонда би саудагерге: 900 алтын жоғалтқаныңа ант бересің бе, деп сұрайды. Саудагер ант береді. Келесі кезек ұстаға келеді. Сен де 800 алтыннан артық ақша тауып алмағаныңа ант бере аласың ба, дейді. Ұста: әрине ант беремін, деп жауап береді. Сонда би саудагер мен ұстаға жақындап: екеуіңнің де шын ант бергендеріңе мен сенемін. Біреуің 900 алтын жоғалттым дейсің, екіншің 800 алтыннан артық ақша таппадым дейсің. Олай болса, қапшықта 800 алтын болғаны үшін саудагер 900 алтын тапқан адамды іздесін. Ұста да 800 алтынын жоғалтқан адам табылғанша қапшықты бір жерге сақтасын, дейді. Осылай әділеттік орнап, сөзінде тұрмаған ашкөз саудагер барлық ақшасынан айырылып қалады.